Алматыда тауық етінің бағасы бекітіледі. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының құнын тұрақтандыру мақсатында Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы Алатау құс фабрикасымен келісім шарт жасады. Жұмыртқа бағасында қымбаттатпай тұрақты бағада ұстау жоспарланған. Бұдан былай Алатау құс фабрикасы фирмалық және үй жанындағы дүкендерге жеткізетін өнімнің әр келісін 1100 теңгеден асырмауы тиіс. Келісім шарт бойынша компания 24 ай ішінде 1800 тоннадан аса құс етімен қамтамасыз етеді. Прием заявок у нас идет на ежемесячной основе. Біз ай сайын жеңілдетілген несие беруге өтініш қабылдаймыз. Соған кез келген өндірушімен шағын және орта бизнес қатыса алады. Бөлінген қаржы шикізат сатып алуға, алдағы уақытта өнімді тұрақты жеткізіп тұруға жұмсалады. Сондай-ақ Алматыда жұмыртқа бағасы да бекітіледі. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы Сарыбұлақ компаниясымен келісімге келген. Өндірушілер алдағы 3 жыл ішінде ай сайын 2 миллион 400 мың дана бірінші санаттағы жұмыртқамен қамтамасыз етеді. Өнімдер мегаполистегі ірі сауда үйлеріне, фирмалық және азық-түлік дүкендеріне жеткізіледі. Біздің компанияның жұмыртқаларын танымалы болады. Жіберілетін бағамыз біздің фабрикадан 51 теңгеден болады. Магазинде 15%мен 580 теңге суммасы болады ондық жұмыртқаға. Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының негізі бағыттардың бірі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сондай-ақ оператор кәсіпкерлікті дамыту және қаланың әлеуметтік маңызды міндеттерін шешуді қолға алған. Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы.